Сәлем достар, бүгін сіздерменен қазан кабаб деп айтылатын осындай тағамның істелу жолыменен бөлісетін боламын. Өзімізге керек мықтарда картошканы сыртын тазалап, майдалап, үстіне приправаларын сеуіп араластырып қоятын боламыз. Қандай приправа араластырғанның барлығын описание бөлімінде қалдырдым. Және майымызды осы кезде қыздырып, етімізді, картошкаларымызды бірме-бір барлығын қуырып алатын боламыз. Мен бірінші картошкаларды қуырып алдым, ізінен еттерді қуырған болатынмын. Басқа қазанымызға майымызды қыздырып, ізінен пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды жақсылап қуырғаннан кейін қызанақ немесе томатымызды салып, осылай барлығын жақсылап араластырып, керегінше тұзымызды салып қуырып аламыз. Мен қазан кабабты етпен бірге тауықтың етімен де араластырып істеген болатынмын. Сондықтан бірінші үстіне етімізді жақсылап пісемін дегенше қуырып аламыз. Үстінен бір кесе осылай суымызды құямыз да етімізді пісіріп алатын боламыз. Аузын бұқтырып қоямыз. Етіміз пісуге шамалы аз болған кезде ізінен тауықтың етіменен бірге картошкаларымызды теретін боламыз осылай. Тауықтың еті тез пісетін болғандықтан оны ізінен салдық. Аузын жарым сағатқа бұқтырып қоямыз. Жарым сағаттан соң осылай үстіне зирасын себіп, жан-жағын осылай қозға жібереміз де, енді аузын пісемін дегенше бұқтырып қоямыз. Карашкамыз бен тауығымыз піскеннен кейін осылай етіп, бірінші картошкаларын аламыз, үстінен еттерін алып, үстіне көк пияз жуаларды сеуіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.